Ассалаумағалейкум, қалың елім қазағым, армысыздар алталаш. Алдарыңызда Серікжан Біләшұлы. Ресейде ішкі соғыс басталуы мүмкін. Бұл біздің тағы бір мәрте саяси болжалымыз. Ресейде азаматтық соғыстың өрті тұтануы мүмкін. Біз өткенде ғана Луганскі, Донецкі және мынау шайқас болып жатқан Бахмуттан бөлек соғыс болмаған Ресей қаласына Украин тарапынан шабуыл жасалуы мүмкін деген саяси болжалымызды айтқанбыз. Ғайыпты жаратушы ғана біледі. Біздікі бар болғаны болып жатқан оқиғаларға орай саяси сараптама жасау. Айтқанымыз айдай келіп, Ресей жерінде соғыс болмаған Совет кезіндегі 4 үлкен әскери зерттеу орталығының бірі болған Белгородта аяқ астынан орыс еріктілері деген армия пайда болды. Бұл Совет одағы дейтін қызыл империя адамзатқа зұлымдықтың, жауыздықтың, өлімнің, аштықтың, миллиондап қырғынның, әділетсіздіктің, теңсіздіктің, нәсілшілдіктің ұрығын сепкен. Бүкіл күллі адамзатқа шығысы анау солтүстік Еуропадан бастап, берісі мынау шығыс Еуропа, ал мына жағы Орал, Кавказ, ең соңы мынау қиыр шығыс Сахалинге дейінгі халықтарды қырып, жойып, ұлт ретінде жер бетінен жойып жіберетін, миллиондаған халықтарды қырып тастаған осы зұлым жауыз империяның тарихында бірінші рет болып отырған таңғажайып құбылыс. Адамзат тарихында ең үлкен зұлымдық осы жер бетіне коммунизм дейтін идеология пайда болған кезден бастап басталды. Әрине, коммунизм дейтін бұл идеология осы соңғы бірнеше ғасырдың әңгімесі болғанымен де, одан ілгері де адамдардың сана сезімінің жабайы кезінде қаншама зұлым жауыз патшалар болды. Бірақ бұл зұлым жауыз патшалардың барлығы дерлік бір жаратушыдан қорықты. Бір халықты жер бетімен жойып жіберу дейтін ұғым оларда болған жоқ. Патшалығын алып, жері менікі деп жариялап, салығын алып, сұлу қызын, алтынын, күмісін алып, ордасын өртегеннен кейін бұл жауыздар тоқтайтұғын. Және бұл жауыздар ешқандай бір халыққа өз тіліңді қой, Құдай сені адам қылып жаратқанда өзіңе меншік қылып берген тіліңді сөйлеме деп зұлымдық жасаған жоқ. Олар бір өзі жауыз патша бәленбай ұқсамаған халықтарды басқарып, соның бәріне өзінің армиясын қойды да шаруа сонымен тындым болатын. Әрине, адамзатта жауыздықтың қаншама түрі болды. Мен ол жауыз тирандарды ақтамаймын. Бірақ коммунизм дейтін осы зұлымдық, яғни Құдайды жоқ дейтін осы зұлым идеология адамзат қоғамына орныққаннан кейін бұл жауыздық ең қисапсыз шекке барды. Бұл да Еуропадан бастау алды. Маркс дейтін Джойд ең алғаш сол Еуропаның құл-құтандарының басын қоспақ болды. Қазақ айтатын, заман ақыр, жер тақыр болар да, құл жиылып, бас болады, құм жиылып, тас болады дейтін. Сол құл жиылып, бас болған заман коммунистердің билікке келген заманы болды. Дүние жүзі пролетарлары бірігіңдер деп ұран тастаған сол Маркстің ұраны Лениннің кітаптарында да, Маркстің капиталында да, және Маркстің, Энгельстің Дюринге қарсы Энгельс шығармалар дейтін томдарында, одан кейінгі Сталиннің шығармаларында, одан кейінгі Маудың таңдамалы мақалалар жинағында да бүкіл дүние жүзі пролетарлары бірігіңдер дейтін ұран тұратұғын. Ал бұл ұранның астарында анау
бүкіл дүние жүзінің пролетарлары деген сөздің ар жағында бүкіл дүние жүзінде адамзат аспан алақандай жер тебінгідей кезден әркім әр қауым әр халық болып жасаған сол жүйені тас талқан қылып бүкіл дүние жүзін біріктіріп тастайтын үлкен арам мақсат жатқан. Ойлаңызшы, сіз өз алдыңызға әйеліңіз бар, өз алдыңызға ұл қызыңыз, келініңіз бар, немереңіз, шөбереңіз бар, отбасысыз. Біреу келетте отбасыңыздың тас талқанын шығарып, сіздің ақсақалдығыңызды, ұлыңыздың ұлдығын, бәрін жойып, енді бүкіл бәленбай отбасы бірігіңдер деп, бір орталықтан тамақтандырып, бәрі меншік, ұл сенікі емес, қыз сенікі емес, әйел де сенікі емес, немере де сенікі емес, бәрі ортақ десе, ол қандай изм? Ол бар болғаны шайтанизм. Міне осы коммунистердің кешегі Совет одағы дейтін мұрагері, Совет одағы дейтін қанішер ең зұлым жүйесінің бүгінгі мұрагері Ресей империясы еді. Ресей өзіндегі сол коммунистік идеологияны бүкіл дүние жүзіне бір туды шаншитын, коммунистердің қызыл туын жердің бүкіл бұрыш-бұрышына шаншитын сол шайтани идеологиясын бүгін орыс шовинизммен ауыстырды. Яғни бүгінгі Ресей дейтін зұлым елдің идеологиясы орыстық империализм, орыстық импершілдік, орыстық шовинизм. Бұл кешегі Гитлердің, өз тілінде айтқанда Хитлердің не германдар әлемдегі ең сапалы халық, ең асыл текті халық деген сияқты шайтани шатпағымен бірдей ұғым. Анығында бұның барлығы адамилыққа жат. Неге бұл адамзат жағынан қарсы алынбайды? Адамзат қандай кезде бір қауым болсын, немесе бір жеке тұлға болсын, қандай кезде жаратушының қарғысына қалып теріске кетеді? Ол мен сенен үстеммін, мен сенен ұлықпын, мен сенен артықпын деп ойлай бастағанда, және айта бастағанда жаратушының қарғысына қалады. Такаппарлық дейтін нәрсе жеке адамды да құрдымға жіберетін, ұлтты да, мемлекетті де, қауымды да құрдымға жіберетін нәрсе. Себебі такаппарлық жаратушының ең жек көретін нәрсесі. Илахи кітап иелерінің барлығы білетін бір нәрсе, ол лағнеті шайтан неге қарғысталды дейтін нәрсе. Илахи кітап иелері, Мұсаның үмбеті, Исаның үмбеті, Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламның үмбеті, жалпы Ибрахимнің үмбеті, осы лағнеті шайтан неге лағнеттелді дегенде, ол такаппар болғандығы үшін лағнеттелді дейді. Міне, орыс шовинизмі, оның артында осы такаппарлық тұр. Яғни, киім киген бүгінгі шайтандар орыс шовинистер. Енді сол орыс шовинизмі бір ғасырға жуық адамзатқа қауіп төндіріп, оның алдындағы патшалық орыс кезіндегі зұлымдығын қосып айтсақ, бірнеше ғасыр бойы тек соғыстардың, қырғындардың, ұлттарды жоюдың үлкен қанды қасап, қанды майданы болған болса, енді сол орыс дейтін үлкен жауыз қанішер қауымның бүгін өз үйінен өрт шықты. Алақай демеске амал жоқ. Бөркімізді аспанға атпасқа амал жоқ. Құдайдың ұрғаны бұл. Бұл жаратушының осы қауымның төбесінен ұрған сәті. Иә, кешегі адамның бас сүйегінен мұнара жинаған, кешегі қанды суша шашқан, көшпенді ата бабамызды анау еділ жайықтан қуып, орал асырып, тіпті мынау Алтайдың тауына дейін жаулап алған, қазақтың әрбір тайпа руын артында бір із қалмастай қырып отырып қазақ даласын жайлаған, қазақтармен 2 ғасырдан астам соғысқан, қанішерлікті, тіпті бесіктегі сәбиға дейін найза шаншып өлтіретін зұлымдықты батырлық деп хаттарына жазып, патшаларына қандай зұлым екендіктерін дәлелдеуге жарысқан
осы зұлым қауымның бүгін еркегі алқаш, қызы жер әлемнің бүкіл бұрышында жезөкше болып жүргеннің өзі Құдайдың осы қауымға берген жазасы деп бір бағамдасақ, бүгінгі жазасы осы есерсоқ, өрге күрек, нағыз шайтани мінезді қауымның өз үйінен өрт шыққаны Құдайдың бұларға берген екінші жазасы деп айтар едік. Ендеше тыңдап отырсаңыздар, біз бұл әңгімемізді ары қарай нақтылы ақпараттармен дәлелдеп жеткізейік. 723 қазақ тыңдап отырсаңыз, бөлісіңіздер, таратыңыздар, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Себебі сіздің лайкіңіз маған нан болмайды, маған ақша болып түспейді. Бар болғаны біздің осы қазақты идеологиялық ағартатын лекцияларымыздың тағы басқа қазақтардың телефонынан шыға келуіне, таралымының артуына, қазақ тілді контентте біздің тыңдармандарымыздың көбеюіне, сөйтіп дүниеге орыстың миымен емес, қазақтың миымен ойланатын, дүниеге орыстың көзімен емес, қазақтың көзімен қарайтын қазақтардың көбеюіне септігін тигізеді. Құдай бізді қазақ қып жаратқаннан кейін, әрине біз қазақтың тілінде сөйлеп, қазақтың миымен ойлап, қазақтың көзімен қарағанымыз абзал. Егер қой болмай, есекше маңыраса, онда ол Құдайдың табиғатына қарсылық. Ал егер есек жылқы болам десе, онда ол жаратылыстың бүкіл заңдарына қайшы болғандық. Құдай бізді қазақ қып жаратқаннан кейін, ендеше қазақтың миымен ойланып, қазақтың көзімен қарап, қазақтың тілімен сөйлегенге жетер дұрыс ақиқат жоқ. Ал ендеше жалғастырайық. Бірінші, мынау Белгородтағы соғыс туралы алдыңғы лекцияларымызда айттық. Белгородтағы соғыс, ол енді таңғажайып соғыс болды. Шынында өте таңғажайып соғыс болды. Олар бір емес, бір рет кіріп, жаулап, тасталқан шығарып, қырып жойып кетіп қалды да, екінші мәрте келді. Бұл міне қысқасы кірем, шығам, өзім білем деген сияқты болды. Екіншісі, орыс медиалары аяқ астынан Белгородқа Украина армиясы шабуылдаған жоқ. Немесе аталмыш Ресей еріктілер жасағы дейтін жасақ шабуылдаған жоқ. Бұл таза Американікі деп жала жапқысы келді. Сөйтіп олар бірнеше су жаңа американдық джип көліктерін кәдімгі қазылған орға жарым-жартылай құлатып, сосын ол видеоны міне американдық джиптер, міне Американың әскерилері деп жала жапқысы келді. Дәл сол сәтте олар бірден алдыда жариялап тастады. Олар айтты, біздің техникаларымыздың ішінде американдық джиптер жоқ деді. Американдық джиптер жоқ деді. Енді қараңыздар. Қазір мына бірнеше ақпараттарды сізге оқып жіберейік. Енді Белгородтағы соғыс енді Брянскіде жалғасты. Енді қызық, Брянскіде жалғасты. Сөйтіп, ойбай, Брянскіде де соғыс бозылды деген ақпарат Ресейдің ресми медиасы арқылы емес, бейресми медиасы арқылы, әлеуметтік желі арқылы, адамдардың жеке бір-біріне хат-хабар жазу арқылы бүкіл дүние жүзін таңырқатып отыр. Енді қызық. Орыстар сөйтіп, американдық бір екі джипті құлатып қойып жала жауып еді, Белгородқа кірген аталмыш Ресей еріктілер жасағы алдыда бізде джип жоқ. Бұның бәрі өтірік деді. Сонда джипті құлатып, оны видеоға түсірген бәрі орыстың өзінің өтірік ақпарат екені белгілі болды. Ең қызығы, қазір Украин жеріне 28, басында 28, артынан 40 Ресейдің солдаты ресми түрде берілген. Міне, соңғы 2 күн ішінде бүкіл дүние жүзін шулатып отырған ақпараттың бірінші легі осы. Басында 28 болды, артынан 40-қа жетті. Олар не? Олар кәдімгідей соғысып отырып, Украин жаққа берілді. Және берілгендерін өздері жариялады. Қазір Ресей тарапы бұл адамдардың туыс туған дос жарандарының үнін өшіруге тырысып жатыр. Себебі, ойбай, анау Саша беріліпті, ойбай, Александр Александрович
беріліпті деген ақпарат солардың өз таныс білістерінің ішінде таралмасын деп ақпаратты құрсаулауға кірісіп кеткен. Ал ең қызығы, олар жай ғана берілмей, өздерін берілуге, яғни Украин тарапқа қарай қашуға беттеген кезде тоспақ болған командирлерді атып өлтіріп кеткен. Бұл міне осыдан бәленбай ай бұрын бізде жаңа қазақтарға үгіттеп, егер Ресейде жасап жатқан 1,5-2 миллион қазақ мәжбүрлі түрде Ресейдің армиясына қатыстырылған болса, онда оларға үгіттеңдер, бірден жаңағы Украин тарапқа берілсін. Украин тарап оларды бірден батыс елдеріне жіберіп салады деп үгіт насихат жүргізгенбіз. Тура сондай болсын. Қазір міне сақа якуттер, өзіміздің сақа бауырларымыз, олар да Украин арқылы Америка, Еуропаға көптеп келіп жатыр. Қазір мынау Нью-Йоркта сақалар өте көп. Түрлеріне қарап, бетіне қарап, ой бауырым деп бас салсаң, сақа болып шығады. Сақа деген кім? Ол біздің ежелгі, ескі түрік замандағы өз бауырымыз. Сол 1, 2, 3, 4 деп санасаң, 1, 2, 3, 4 деп санайды. Күнді күн дейді, түнді түн дейді, қысқасы өзіміздің өз бауырымыз. Олар шын мәнінде біз сияқты арабтық, ирандық, парсылық жаңағы экспансияға ұшырамай, тілін араб Иранның тілдеріне былғамай, өзіміздің таза түркілік, ежелгі дәстүрлі тілімізді сақтап қалған бауырларымыз. Біздің тілімізде өте көп арабтық, өте көп қызылбас Иранның тілдерінің факторлары бар. Ал олар ежелгі бұзылмаған түркі тілін сақтап қалып отыр. Енді осы жалпы бір нәрсені қайталап айта кетем. Жалпы Ресейде туысы бар, Түменде туысы бар, Қорғанда туысы бар, Орынбор, Сарытауда туысы бар. Жалпы қазақтары. Ресей жерінде Қызылжарда туысы бар қазақтар, үгіттеңдер. Орыс тілін білетін қазақтар, үгіттеңдер. Насихаттаңдар. Қазақтар бірінші соғысқа бармасын. Екінші, Қазақстан қашып кетіп шетелге кетсін. Үшінші, егер соғысқа мәжбүрлі барса, украиндерге бірден берілсін. Міне, біздің қазіргі мынау Брянскідегі соғыстан бір байқағанымыз, қазір Твиттерде Путиннің жалдамалы жазғыштары, мына Твиттерде аяқ астынан бейбітшілікке келейік, бейбітшілік жасасын, соғыс аяқтасын дейтін әңгімені айта бастапты. Қарап отырып күлеріңді не жыларыңды білмейсің. Әлгі Твиттердегі ол жындылар енді 10 миллион Украин босып кетті. Украиндар не тапты? Украинда қалалар қирады, бейбітшілік болсын, соғысты тоқтатайық. Мына батыс соғыс арқылы ақша жасап жатыр деп батысты жамандайтын. Яғни осыны естіген кез келген бір журналист, кез келген бір саясаткер, шынында Украинда қаладар қирады, 10 миллион адам босып кетті, ауылдарда адам қалмай қалды, ақ көк деп кәдімгідей жылай бастайды да. Бірақ бұл адамдардың осыдан 1 жыл бұрынғы жазбаларына қарасаңыз, не өшірілген, немесе Украинды жамандайды, Ресейдің соғысын ақтайтын жазбалар. Енді олар бейбітшілікті айта қалды. Қандай кезде бейбітшілікті айта қалды? Өрт Ресейдің артқы ауласына кеткенде. Соғыс өрті Ресей жеріне тұтанғанда, енді бұлар ойбайлап, байбайлап, бейбітшілік дейтін әңгімені айта қалды. Бұл шын мәнінде бейшаралық. Анығында нағыз бейшаралық. Орыстардың кәдімгі жаман қорққанын сыйлайды, жақсы сыйлағанын сыйлайды деген сөзіне келеді. Орыстар, мына тобырлық психологиямен әбден ауырған орыстар. Мен бұл арада тұтас ұлтты қараламайым. Мына коммунистік, шовинистік, имперлік, тобырлық психологиямен ауырған, уланған орыстар, олар тек жұдырықты сыйлайды. Менің Совет кезінде армияда болған туыстарым айтатын. Жалғыз қазақ, біз бір өзіміз бір батальонды жаңа ашса қалаққанда жұмсақ жұдырықты ұстадық дейді.
Олармен бір кәдімгі қазақ жігіттері бір-бірін сыйласып, әке, бәке, шәке, сен кімсің, ұлы жүзсің ба? Біз құда, ұлы жүзден бір келініміз бар еді. Олай сыйласуға келмейді дейді. Олармен кәдімгідей Саша, Маша, Александр, Пәлександр деп сыйлассаң, өзінше жаңағы байпағымды жу деп әңгіме айта бастайды дейді. Жуан, ең кездерде орыстар. Қазақ қанша айтқанмен алысып, жұлысып өскен көшпендінің тұқымы, ет жеп өскен халық, ыңқ еткізіп, бұрып жағын сындырған кезде орыстардың айдаладағы орыс кеп сәлем бере бастайды дейді. Міне, бұлар қорыққанын сыйлайды. Оларды сыйлата алмайсың, оларды тек қорқытып сыйлатасың дейді. Менің сондай бір тентектеу туысқаным болған. Ол совет кезінде армияда болған. Соның орыстар туралы айтқан әңгімелерін естіп, мен шын мәнінде осы халықтың психологиясын түсіндім. Олар шынында сондай. Байлықты сыйлайды, күшті сыйлайды, қуаттыны сыйлайды. Сен оны кәдімгідей сыйласаң, ол деген енді саған әжетханаға барып қалай отыру туралы саған лекция оқудан ерінбейді. Мына әжетханаға кіресің, кіргеннен кейін алдымен шалбарды шешу керексің деп бастайды ғой лекцияны. Енді ол үлкен жаңалықта одан бұрын ешкім шалбар шешпей әжетханаға кіріп қалып жүрдік пе екен деген сияқты. Мына қазақтарға біз цивилизацияны алып келдік деп үйрете бастайды да өздерінше. Ал сен одан өзіңнің әлде қайда білімді екенін білдіргенде, оның жаңа тәкаппарлығы кәдімгі көбік сияқты ұшып кетеді. Мен 20 жыл өмір сүрген Қазақстанда мен қаншама 100 мың орыстың кеудесін бастым. Қаншама 100 мың орысты отырған жерінде отырғызып кеттім. 20 жыл өмір сүрдім, менімен жұғысқан орыстың мен тәубесін бойына келтірдім. Қазақтың жігітін көрген кезде абайлап сөйлейтін халге апардым. Менімен ұстасқанын жапқыздым. Менімен керіскенін отырғыздым. Менімен тіпті бір көлігімді қағысып қалып, анау-мынау дескенін жетекесін таныттым. Ұстаған жерде қолым, тістеген жерде тісім қалатынын көрсеттім мен оларға. Білім дегенде білімді көрсеттім. Бекзаттық дегенде бекзаттықты көрсеттім. Дегдарлық дегенде дегдарлықты көрсеттім. Күш дегенде күшті көрсеттім. Бұлар шын мәнінде қорыққанын сыйлайды. Шын мәнінде қорыққанын сыйлайды. Енді қазір бүкіл әлем желі ойбай бейбітшілікті қалды. Бүкіл Твиттердегі бейбітшілік деп жылай бастаған. Соғыстан адамдар өлді, обал болды, соғысты тоқтатайық дегеннің бәрінің бір жылғы Твиттерін қараңдар. Бірден қараңдар. Фейсбукты білмеймін, мен Твиттерді қарадым. Бір жылғы Твиттерін қарасаң, соның барлығы орыстық шовинизмді бір жыл бұрын үгіттегендер енді аяқ астынан бейбітшіліктің туын көтере қалды. Міне. Енді қызық. Қара теңізде тағы да қызық оқиға болды. Мынау Қара теңіз дегеннен барып бір әңгіме шығады. Қара теңіз дегеннен барып. Қара теңіз бүкіл дүние жүзіндегі үлкен. Қара теңізде Ресейдің Иван Хаус атты кораблі істен шықты. Бұл Иван Хаус не Иван Хаус еді? Бұл бүкіл Қара теңізді сканерлеп тұрады. Бақылап, кәдімгі Қара теңіздің көзі. Былайша айтқанда Путиннің көзі болатын. Қара теңізде кім ұзындығы 1 метр темірі бар нәрсені қайығын алып шықса, анау дабыл қағады. Яғни 1 метр темір, металл сканерлеп тұрады. Бұл электрондық сканерлейді, электрондық барлайтын. Яғни бүкіл Қара теңізді шолып отырады, радарлық. Бұл электроникалық соғысқа бағытталған кеме еді. Ол отырып алады да бүкіл Қара теңіздің асты, суминиялар, үсті, теңістігі бәрін радарлап отырады. Яғни шолып отырады. Қара теңіздің төбесінен бір дрон ұшып келе ме? Қара теңіздің астынан су миналары келе жатыр ма? Қара теңіздің астынан қандай да судың астынан жылжып бірдеңе келе ме? Бетінен қандай да бір металдық құрамы бар заттар жылжып келе ме? Ол 24 сағат күн ба, түн бәрін барлап отырады. Міне. Енді осы Иван Хаустың төбесінен жай түсті. Орыстар айтып жатыр, Иван Хаус ештеңке болмады дейді. Бірақ ештеңке болмады емес, отырғызып кетті. Қалай? 3 дрон шабуылдады.
Сонымен оның қозғалтқышы істен шығып, қазір со қозғалмай орнында тұр. Енді бүгін ба, ертең ба, оны шөктіру мүмкін. Себебі ол қозғала алмай тұр. Әрине, орыстар оны шөктірмеуге бар күшін салады. Бірақ қазір 3 дрон, оны тіпті сол дрондардың оған ұшып келе жатқанда алдыңғы камераларының тура ұрылып бара жатқан соғыс видеолары әлеуметтік желіде тұрады. Кәдімгі дрон, алдында камера бар. Жақындап, міне көз алдыңыз келесін. Жақындап келеді. Жақындап келе жатыр. Сонымен видео жоқ. Ол деген сөз, бұл дрондар ұрылды. Енді қараңдар. Бұлай қарасаң, үлкен бір электроникалық барлайтын, судың астын үстін барлап отыратын, судың бетін, Қара теңізді барлап отыратын орыстың нөмірі 1-ші көз, яғни көз ол. Биікке шығып жауды қарайтын қарауылы. Соны дронмен ұрды деген сөз, орыс бітті деген сөз. Білесіздер, осыдан мөлшермен 1 жыл бұрын Москва деген әскери кемені украиндер батырып жіберді. Москва. Ол Москва деген кеме жасалған кезде орыстардың лепіргенін, есіргенін, бізге теңіздің бетінде енді адам бендесі тең келмейді. Москва деген кеме жүрген кезде, деп тұрып орыстың ана есерсоқ аузы көбіктенген жаңағы саясаткерлерінің сөйлегенін көрсең, енді Құдай сақтасын, енді жағаңды ұстайсың. Бұл орыстарға Құдай енді кеудені беріп қойған ғой. Сасық кеудені, шайтан кеудені беріп қойған енді. Енді жақсыларының бәрін өздері өлтіріп тастап, өңкей құлғыттан, тобырлардан құралған коммунистік жүйенің сұрыптауынан өткен ақсүйегінің бәрін атып тастап, қырып тастап, өңкей құл пролетариат 77 ата-бабасынан күстабан сорлылардың тұқымын билік алып келген жүйеден осындай тәкаппарлық шығады. Енді қара, ақсүйектер басқарып отырған елдерді қарашы. Ақсүйектері басқарып отыр. Ғасырлардан бері атасы жаңағы депутат болған, арғы бабасы конгрессмен болған мемлекеттерді ұрпағында тарихын шежіресін қарасаң былай. Мысалы, олар қандай Еуропалық елдер, Америка. Олар мына мемлекетті ұстап отыр. Неге? Оның көзін ашқаннан басқару. Көзін ашқаннан адамдармен қарым-қатынас жасау. Ал мына коммунистер де ше. Мына коммунистерде тек пирамидадан төмен қарай. Бағыну. Үстіне біріне, тек құлдық. Міне, әкімшілдік, яғни тек қана өзінен жоғарыға табындыратын жүйеменен емін еркін жүретін жүйенің айырмасы осында тұр. Енді бұл жаңағы Иван Хаус, ол қазір жылжымай қалды. Мотор істен шықты. Енді қазір бір қызық жағдай болып тұр. Орыстар оны сүйреп алып кете ме? Онда сүйреп алып кетсе, мүмкін украиндер оны тағы да спутниктен ба, жоқ тағы да дроннан ба фотоға, видеоға түсіріп орысты масқаралайды. Ал орыстар оның моторын жасай ала ма? Ол технология. Бұл Иван Хаус жоқ шөге ме? Украиндер тағы да оған шабуыл жасап шөктіріп жібере ме? Менше бұл осы алда болатын Орыс пен Украин ортасындағы итпен мысықтай арбасып отырған оқиғадан шешуші кезең осында деп ойлаймын. Егер орыстар оны сүйреп алып кетсе, әлем алдында масқара болады. Себебі ол кеме қазір орнынан жылжи алмай тұр. Демек, қозғалтқыш істен шықты. Ал егер оны батырса, онда масқара болды. Мүмкін украиндер ол өздігінен батады, өздігінен суға толып, жаңағы суды қыстыру қуаты кеткен кезде батады деп күтіп отыр. Ал енді орыстар оны ремонттап үлгере ала ма? Ол да қызық жағдай. Енді алдағы 1-2 күн ішінде не орыс сүйреп алып кетті деген, не орыс оны ремонттап жасап үлгеріп қозғалтты деген, немесе батты деген. 3 түрлі мүмкіндік бар, 4-ші бір түрлі мүмкіндік тағы да дрондық шабуылмен шөктіріп жіберу мүмкін. Бұл міне қазіргі біздің сіздерге жеткізетін жағымды жаңалық. Бұл жағымды жаңалықтың артында не тұр? Енді Қара теңіз орыстық емес.
Қара теңізде Путин қысқасы Путиннің көзі көрмейді. Путин соқыр болды деген сөз. Путин ендігәрі Қара теңіздің кеңістігінде не жүр, судың бетінде не жүр, судың астында не жүр, Путин көре алмайды. Бітті болды, көзінен айырылды. Енді кәдімгі жабайы соғыс баяғы зеңбірегін алады да, жау қайдан келетінін білмейді. Тас қараңғы түнде қай жағыңнан кеп бүйіріңнен ұра ма, тұмсығыңнан ұра ма білмей отырған сияқты. Ендігі Қара теңіздегі соғыстың сыйқы осылай болғалы тұр. Бұл енді аса жағымды жаңалық. Аса жағымды. Аса жағымды. Қазір бір Қазір міне Марипулде жарылыс болып жатыр, Ресейде. Марипулде жарылыс болып жатыр. Міне Ресейде қазір ішкі жарылыс күшейді. Көп мына орыс тілді орыс тілді ақпаратты қарайтын адамдар, оның бәрін Украина террористері, оның бәрін Америка беріп жатыр, оның бәрін Украина қаржыландырып жатыр дейді. Енді мен сіздерге бір нәрсені айтайын. Украина жылап, еңіреп отырып, Зеленский Америкаға келіп, Конгресте қызу қарсы алуға ие болып отырып, сұрап алған зат патриот. Ол патриот Украинаның кеңістігін қорғайтын зат. 80 жылы жасалған патриотты беріп, орыстың осыдан бірнеше жыл бұрын жасап, бүкіл жер әлемге сініп кемініп мақталған дыбыстан жылдам Кенжал зымыранын атып түсірді. Кенжалды атып түсірді. Ол деген сөз, көз алдыңызға елестетіңіз. Кәдімгі баланың балалар бір-бірімен қылыштасып ойнайтын ағаш қылышымен анау келе жатқан танкіні бүйірден түртіп, танкінің шынжырын үзіп тастап, танкі жүре алмай қалған сияқты әңгіме. Немесе қолыңыздағы 5-6 жастағы ағаш қылыш ұстап, астына ағаш ат мініп алған бала шауып барып, ана шықыр-сықыр етіп келе жатқан темір танкіні ұрып, тұмсығын үзіп тастаған сияқты әңгіме. 80 жылғы патриот қазір Украинаның кеңістігін күзетіп отыр. Орыстың мақтанып, біз қаласақ Нью-Йоркты 5 минутта тасталқан қыламыз. Нью-Йорк дейтін қала адамзат картасынан өшеді. Біз қаласақ Вашингтонды жоқ қылып жібереміз деп, орыстардың ісініп кебініп, ана саяси аналитиктер отырып алып, Мәскеуде әшейін білмеймін, қандай шөп шегіп алады бұл атаған әлеттер. Ел білетін, жай анау-мынау марихуана шекпейді олар. Оларға Путин бір өзі әжетханасында өсірген бір басқа шөп бере ма? Сінеді ғой. Ай, енді сінгенде біз жоқ қылып жібереміз, бүйтіп жібереміз. Біздің Кенжалымыз Вашингтонға теңіздегі біздің су асты сүңгуіргемеден ұшқанда бәлен секундта жетеді. Ой, нәгілерді тыңдасаң, кейде күлесің. Мұнаның бәрі, мынау психбольницадан кеше шыққан жындылар ма дейін десең, мойында галстук. Асы жаңа объективті бұлай, субъективті бұлай деп біздің баяғыда Айдос Сорым, жаңағы Расул Жұмәлі Дос Көшім, жаңағы кім еді анау? Анау біреу президенттікке түсіп бүкіл елді алдап кеткен сұмырайдың аты кім еді? Ой, Құдай, ұмытып қалдым ғой. Бүкіл елді алдап кеткен бір сұмырай бар еді ғой, солардың досы. Кім еді анау? Ақбас шал. Қосанов, айды атаңын әлет. Қосановтардың сияқты, оларда жаңағы Қосанов, Айдостарым, соларда сол орыс тәрбиесін көрген жаңағы сөзді бүйтіп құбылтып сөйлеп, жаңағы сөйтіп әрлеп сөйлеп, объективті, субъектив, абстракт, сабстракт,
сөбек деп дей ма жаңағы бірдеңе өңкей терминологияны қосып енді. Мысалы күн шығыстан шықты деген сөзді айта салмайды да, ол есеп бастар отырып алып жібереді жаңағы. Мына күн дейтін планета, мына жер дейтін планета мен 23,67 градустық жаңағы жанасуынан көтеріліп, пәлен градус көтерілген кезде күннен шыққан мынау гелий мен сутегінің жарылысынан болған мынандай фотондардың жылдамдық ағысы адамдардың көзіне әсер етіп деп оттайды. Енді ол саған не керек? Ол фотонның аққаны, жердің 23 градус қисайғаны, күннің бейтіп шыққаны, оның фотон ағысы сенің көзің әсер. Міне арасты отта бір ғылым ба, өздерін керемет ба, бейтіп, сөйтіп солар отырып осы Нью-Йорк, Вашингтонды жойып жіберем деп, жаңағы орыстар отырғанда бейтіп ойлайм, сендердегі сүмелектер мен біздегі сүмелектер бір жындықананың жындылар екен ғой. Бір ұстаздан дәлім алған жындылар екесіңдер ғой деп мен жаңағы жағамды ұстаймын, сөздің шыны керекті. Енді бұл жындықананың жындылары енді әкелерін танып, ойбайлап, не істерін білмейді. Енді қазір мынау соңғы деректерде Ресейдің ішкі жағындағы жарылыстар көбейіп кетті. Ішкі жағындағы жарылыстар көбейіп кетті. Қазір ол жарылыстардың көп болғандығы соншалық әскери маңызды нысандар өз-өзінен жарылып жатыр. Өз-өзінен жарылып жатыр. Өте көп. Оны тіпті айтып бүлгіре алмайсың. Қазір мен мына жерден қысқаша бір аударып жіберейін. Қазір Ресейдің артиллериялық системасы, міне майдың 23-нен бері олар артиллериялық системасының өзі 40 системасынан айырылған. Ал сол күніне, енді міне жерде жазып отыр, осы алдыңғы аптада Ресейде 123 артиллериялық система жойылған. 123. Ол деген сөз, Еуропа мен Американың қаруының алдында Ресейдің қаруы түк болмай қалды. Яғни оларда электроникалық, спутниктік, барлау, жаңа радарлық, дым. Қысқасы, былайша айтқан кезде қазіргі Ресей қолы, аяғы салданған, кәдімгі қолын көтере алмайды, аяғымен тебе алмайды, тек көзі бақырайып тұрған адам сияқты, бокс алаңында. Украин ұрып жатыр төпелеп. Ал 463 артиллериялық атқыштық жүйесі істен шығыпты. Ол алдыңғайдағысы. Бұл анығында Ресейдің шын мәнінде өте қауіпті жағдайда екенін білдіреді. Енді осыдан бар, міне қазір мен сіздерге міне Google-дан жаңа ғана тапқан ақпаратымды аударып жіберемін деп отырып, кешірім өтінем. Соңғы 24 сағат ішіндегі ақпаратымды аударып сіздерге жеткізейін деген. Мынау соңғы ақпарат. Бұл Әл-Жазираның ақпараты. Соңғы ақпарат Әл-Жазира. Бұл Әл-Жазираның ақпаратына сенсек, Ресей қазір Киевке өзінің соңғы өлермен әуе шабуылын бастады дейді. Ал бұның өзінде тек Киевтің өзі 40 дана Ресейдің дронын, ұшқышсыз ұшағын атып түсірген дейді. Ал осы атып түсірілген дронның жаңағы атып түсірілгеннен кейінгі сынығы далада жүрген бір 41 жастағы еркектің төбесінен түсіп, ол кісі жан тапсырған дейді. Ал бұл өлген осы адамнан тыс, және бір адам жараланған дейді.
Киевтің әкімі Виталий Кличконың айтуынша, жексенбі күні таңертең дейді. Сіздермен Киевті Қазақстанмен уақыт негізінен жақын, жексенбі күні таңертең дейді. Киевтің әуе қорғаныстан қорғану жүйесі кем дегенде 40 дана дронды атып түсірді. Бұл дрон деген ұшқышсыз ұшатын ұшақ. Ал осының өзі 41 жастағы адам сол ұшқышсыз ұшақтың қалдығы басына түсіп өлген, бір 35 жастағы әйел жараланған. Ал бұлар айтып отыр, мынау Ресейдің мына шабуылының өзі қарқын өте күшті деп отыр. Бұл жексенбінің таңы қылаңдап атып келе жатқанда, осы май айындағы соңғы жексенбі күнінде бұлар Киевтің қала мерекесін тойлағалы жатқанда, яғни 1541 жыл бұрын осы Киев дейтін қала құрылған деп соны тойлағалы жатқанда Путиннің атқан дрондық ұшақтары. Бұл жерде қалада музыкалық жиналыс болмақшы болған, тіпті олар музейлерді халыққа ашамыз деп жоспарлаған. Бұл көлемі бұрынғы қарағанда кішкене болады деп есептеген дейді. Бірақ олар аяқ астынан осындай шабуыл жасады. Киевтің бірнеше регионда дейді. Қазір бұл қалада 3 миллионнан артық адам бар. Ал бұл жерде Киевтің ең ескі тарихи қаласы, тарихи жаңағы регионы Печерийский регионына да өте қатты шабуыл жасалды дейді. Бұл Киевке шабуыл жасап ең алғаш 15 айдан кейін бірнеше 2 айға созылған Ресейдің тыныштығынан кейін қайтадан шабуылдың үдеуі дейді. Міне. Енді осыдан барып бір нәрсе қарайды. Бұл дрондар қайдан келді? Бізге жеткен бейресми ақпараттарда Қазақстанда тіркелген, қазақстандық атпен тіркелген компаниялар Қытайдан дрон сатып алып, Ресейге жіберіп беріп жатыр екен. Бізге жеткен ақпаратта. Ал енді бір деректе бұл дрондар ирандық дрондар дейді. Ирандық дрондар дейді. Қалай болмасын, бәрібір бұл дрондардың ешқайсы мейлі Қытайлығы болсын, мейлі ирандығы болсын, ол дәл қазір Украинаға қауіп төндіруден қалды. Енді қазір мынау Әл-Жазирадағы екінші ақпаратты аударып. Екінші бір ақпаратты аударып берейік. Москва батыстың Украинаға F-16 беретіне қатты наразы болуда дейді. Ресейдің сыртқы істер министрі Сергей Раплов батысқа сендер отпен ойнамаңдар, Украинаға F-16 жойғыш ұшағын беру сендердің отпен ойнауларың деген ескерту жасады. Ал Мәскеудің Киевке түнімен шабуыл жасағаны бұл олардың осы F-16-ға берген жауабы болуы мүмкін дейді. Енді қараңыздар, F-16. Бұл F-16 деген ұшақ Украинаға берілуіне Америка келісті. Америка өзі тіке бермейді. Бірақ Еуропалық елдердің Украинаға беруіне Америка келісіп отыр. Ол енді F-16-ны енді әскери сауаты бар адамдар өздеріңіз-ақ F-16-ны іздей сасаңыздар, соның өзі жеткілікті. Тағы бірі, өткенде айтқан Су-35 атып түсірілді, 2 тікұшақ, 2 су атып түсірілді деді қой, бұл Ресейдің ең озық әуе бомбалаушы ұшақтары. Енді қазір Су-35-тен тағы біреу атып түсірілді. Бұл Ресей территориясында. Бұл деген сөз, міне
бұл ұшақтардың әрбірінің құны 100 миллион доллардан артық. Әрбірінің құны 100 миллион доллардан артық. Яғни, сіздерге мен бір нәрсені ашық айтайын. Америка F-16-ны өзі тіке бермей, Еуропа елдерінің қорғаныс саласында міндет атқарып отырған. Яғни Америка Еуропаға кезінде берген Еуропа елдердің кеңістігін Совет одағының және кейінгі Ресейдің шабуылынан қорғап отырған F-16-ларды, F-16 жойғыш ұшағын Украинаға беруге келіскеннің астарында мынандай бір логика жатыр. F-16 дегенде кем дегенде 3 ай, 4 ай, тіпті 6 ай жаттықпай айдай алмайды кез келген адам. Оның жылдамдығы, оның басқаруы, ол өте, осы заманғы ең озық қарулардың бірі. Әрине Америкада F-16-тан әлде қайда өтіп кетті олар. F-16-ның өзі Америка үшін ескі қару. Бірақ осы ескі қарудың өзі Ресейдің жаңағы әуе кеңістігіне шабуыл жасауға жеткілікті. Енді қараңыздар. Бұл F-16-ны беруге рұқсат беріп отырғанның өзі, бұл рұқсатты алмай тұрып, Польшада, Англияда, Финляндияда Украинаның ұшқыштары 1 жыл бұрын F-16-ны айдауға жаттығып болды деген сөз. Англияның өзі Американың ең озық әскери ұшақтарын айдауға украиндық ұшқыштарды дайындады деген сөз. Осыны біліңіздер. Ал бұл деген сөз Украина қазір тұтас батыстық қару-жарақты қолдана алатын мамандарға толықты. Енді ешқандай батыстың маманы сол қаруларды өзі айдамай жүргізбейді, украиндар тіке жүргізеді. Және Хиросимада болған G7-нің үлкен жетіліктің жиналысында Зеленскийдің отыруының өзі ендігәрі орыстың Украинамен болған соғысындағы майдан мүлде бөлек болғалы тұр. Ендігі соғысты біз ойбай Ресейдің әне жерінде басталыпты, міне жерінде басталыпты деген әңгімеден бастаймыз. Орыс жеріне тіке шабуыл Украина армиясы жағынан болмайды. Аталмыш орыс еріктілері, еркін Ресей дейтін жасақтар енді Ресей жерінде шабуылды күшейтеді. Енді менің тағы да бір өте тұтқиыл саяси болжалымда енді қиыр шығыстан Ресейдің Сахалиндегі газ алқаптарында жарылыс болуы мүмкін. Ресейдің мынау Қытайға жалға беріп отырған порттарында алдыңғы лекцияларымызда айтқан жарылыс болуы мүмкін. Ресейдің үлкен электр базаларында, қару-жарақ базаларында, атом басқарып отырған орталықтарында жарылыс болуы мүмкін. Міне. Яғни соғыс енді орыс жеріне тұтанды. Бұл өте жағымды жаңалық. Өте жағымды жаңалық. Ал қазақтар түбі бір соғыс болатын шындық. Мен мына қазақтың ең жек көретін бір сөзімді айтайын. Жағыңа жылан жұмыртқаласын дейді. Жағыңа жылан жұмыртқаласын деген адамның өзінің жағына динозавр жұмыртқаласын. Сол сөзді айтқан қазақ жаман айтпай жақсы жоқ деген. Түбі бір соғыс болады. Ресейді кәдімгі Чехия, Чехословакияны бөлшектегендей, Югославияны бөлшектегендей қарапайым шығыс еуропалық бір елге айналдырады. Орыстардың өзі бәленбай мемлекетке бөлшектенеді. Бұл соғыстың түпкі мақсаты Ресейді, яғни орыс шовинистерін ендігәрі дүние жүзіне атом соғыс қаупін тудыра алмайтын қарапайым қатардағы шығыс еуропалық елдерге айналдырады. Ал біздің мақсат
осы халықаралық үлкен бөлісте қайтадан өз ұпайымызды түгендеп қалу. Мысалы, тәліптер мен ирандар енді соғысқалы жатыр. Иранда, тәліпте, бұлар бір тілде сөйлейді. Бірімен бірі аудармасыз түсінетін халықтар. Тәліп кім? Ауғандық тәліптер. Бұлар да парсылар. Енді қараңыздар. Бірақ ирандар шииттіктің көсемі, бүкіл дүние жүзіне шиизмді, шиғалық бағытты тарататын ағым болса, енді тәліптер олар өздерін сүннитпіз дейді. Енді қараңыздар. Иран мен Ауғанстан ортасындағы бұндай діни ұқсамастықтан барып, енді қырғын болатын болса, онда Ауғанстандағы анау қазар дейтін біздің бауырларымыз кезінде Шыңғысхан армиясы сол Ауғанстанды алғанда, сендер осы елді билеңдер деп сол қазарларды қойып кетті. Ол қазардың құрамында бүкіл қазақтың, қырғыздың бүкіл руы бар. Мына қазақ-қырғыз тарихты білмей, қазіргі советтік мейжуғудан кейін ұмытып қалғанда, анау Монғолиядағы монғолдар қазарларға араша түсіп конференция өткізді. Қазақ пен қырғыз, ноғай, татар, башқұрт ұялайық. Мына Ауғанстанда қазарлар біздің өз бауырларымыз. Олардың тілі басқа. Олар ирандасып кетті. Діні басқа, шиғаласып кетті. Бірақ олар өз бауырларымыз. Олардың бүкіл ру тайпасы, бүкіл біздің ру тайпаларымыз. Түріне дейін алмайды. Түріне дейін алмайды. Енді Иран мен Ауған соғысса, қазарлар үлкен отқа оранады. Онсыз да мынау тәліптер олардың ауылдарына кеп бала шаға демей, кәрі жас демей пулеметке ұстай сап қырып тастағаны бар. Енді осы қазарларды қалай соғыстан аман алып қалу? Бейбіт халық, қолында қару жоқ, ешқандай бір саяси күш оларды қолдап тұрған жоқ. Бар болған әлсіз халық. Кезінде сол Ауғанды Шыңғысхан заманда осыдан 800 жыл бұрын билеген. Енді оларға бір тарихи кек бар. Бар болғаны келетте кеп ауылында еркек әйел кәрі жас демей қырып тастайды. Үңгірлер, көрлер шығып жатыр жердің астынан. Бүкіл киім кешегімен оққа ұстай салғанда көме саған. Бұл енді сұмдық. Бұл міне адамдардың қандай, мына әсіре ұлтшыл, әсіре шовинизм, әсіре радикализммен аурудың қандай қауіпті екендігін білдіреді. Адамдар осы әсіре радикалдық діни көзқарас, әсіре ұлтшыл шовинистік көзқарас, менікі дұрыс, сенікі қате дейтін көзқарас, мен Құдайдың дұрыс жолдамын, сен қатесің дейтін көзқарас, сен ана дінсің, мен мына дінмін дейтін көзқарас, мына ұлы орыс шовинизмі дейтін, ұлышылдық, кәрәмәт ұлы бап әзін. Солай, осының барлығы бүкіл адамзаттың қас жауы. Бүкіл адамзаттың қас жауы. Анығында біз барлығымыз бір адам атадан тарадық. Бәріміздің көзіміз бірде, екі көз бар, ешкімнің шекесінде үшінші көз жоқ. Бәрімізге Құдай тыныс ал деп мұрын берген, бәрімізге бір ауыз берген, бәрімізге сол 32 тіс берген, бәрімізге екі құлақ берді, үш құлақ жоқ, екі қол берді, бес қол жоқ, екі аяқ берді, бес аяқ жоқ. Біз бір нәсілден жаралғанымызды біле тұра, адамзатта осындай қырғындардың тоқтамауының барлығы ол біздің бойымыздағы әлсіздік. Яғни ақиқаттан қанша алыс бола түссек, сонша радикалдасамыз. Ұлтшылдықпен радикалдасамыз, діншілдікпен радикалдасамыз, Құдайға жағамын деп, Құдай жаратқан бейуаз, кінәсіз бенделерді кәрі жас бала шаға демей қыру, ол шын мәнінде Құдайға жақындау емес, Құдайдың қарғысына қалу. Бүгінгі орыстың Украинаға істеп жатқаны, ол да Құдайдың қарғысына қалатын тірлік. Ал біздің қазаққа осыдан менің айтатын нәрсем Құдайшылдық, яғни ол ақиқатшылдық. Ақиқат ол алдымен Құдайдың табиғатында, Құдайды тану, өзіңді тану. Әбден орысшылдықпен миы уланған, орыс медиасын күні түні көретін, дүниені орыс ұстап отыр дейтін, орыс осырса Атлант мұхит пен Тынық мұхитта дауыл соғады дейтін,
орысты ұлы дейтін, орыс осы бүкіл дүние жүзіне мәдениет әкелді дейтін осы қияли ертегілермен, осындай улы идеологиялармен уланған қазақ алдымен орысшылдықтан арыл, орыс тілінен арыл, орыстың сасық идеологиясынан, құдайға қарсы шайтандық идеологиясынан арыл. Сосын барып өзіңді азат қыл. Сонда сен құдайдың сүйген құлы боласың. Дайын болайық қазақтар. Түбі сен ұнатсаң да, сен ұнатпасаң да, аузыңа жылан жұмыртқала десең де, динозавр жұмыртқала десең де, түбі бір соғыс болғалы тұр. Дайын бол қазақ соған. Дайын бол. Жігіттер, ағалар, бауырлар, мына қозы қарынды кетірейік. Мес қарын болса арықтайық. Тамақты аз жейік. Түсте бір уақыт тамақтанып, кешкі тамақты қояйық. Ұйқыға барудан 5 сағат, 6 сағат бұрын қарын мүлде бос тұрсын. Суды көп ішейік. Мынау калориясы өте жоғары нәрселерді азайтып, жүрегімізді шынықтарып, бауырымыздағы майды арылтып, жүректегі май басқан болса арылтып, қанның құрамын май басып, жабысқақ болып қою болса оны арылтып, ертең қолымызға Еуропа мен Америкадан қару келіп тигенде жерімізді орыс басқыншыларынан, немесе Қытай басқыншыларынан азат қылатын соғысқа дайын болайық. 5 километрге ырсылдамай, іркілдемей, ентікпей, иығыңа кәдімгі танкке қарсы түтікті қаруларды көтеріп алып 5 километрге ентікпей жүгіріп жететіндей болайық. Осыны әрбір қазақтың ер азаматына табыстаймын. Мына Қытай түбі Орта Азияға соғыс ашады. Қытай түбі Орта Азияға соғыс ашады. Ол соғыс Тәжіктен бастала ма? Ол соғыс Қазақстанға басып кіруден бастала ма? Жоқ, мына орыстың ұлтшылдары бір армия құрып, мына батысшыл демократтар бір армия құрып, оған біздің мына әбден шовинизммен құтырған, уланған қазақстандық орыстар қосылып бір тасталқан дүние бола ма? Білмеймін. Қысқасы, орыс пен Қытай ол оңайлықша жан бере салмайды. Ол сенің құрбандыққа шалатын қойың емес, аяғын буып жатсаң маңырап жата беретін. Бұл екі империя жан тапсыру үшін, бұл екі империя осыншама ұлан-ғайыр жаулап алған жерінен айырылу үшін, ол кетіп бара жатып, қаруын қалқына таратып, ішкі бір бүлікті тудырып кетуі мүмкін. Біздің қазақ жеріндегі 3 миллион орыс түптің түбінде біздің мемлекеттік ұлттық тағдырымызға қойылып кеткен 2 миллион, 3 миллион атом бомба. Бірінші осы орыстарға идеологиялық тәрбие жүргізейік қазақтар. Орыс тілді қазақтар. Мына орыстардың ана әбден путиндік, орыстық, шовинистік, имперлік аурумен ауырған идеясына құйыңдар. Луганск, Донецк құтырды ма? Құтырды. Донецк халық республикасы құрды ма? Құрды. Луганск халық республикасын құрды ма? Құрды. Ал не болды? Бүгінгі Донецк, бүгінгі Луганск жәннатқа айналды ма? Соны сұраңдар. Соны орыс қайтыңдар. Ал қане Донецк халық республикасы? Қане Луганск халық республикасы? ДНР, ЛНР қайда қалды? Төбесінен мына жағынан орыстың зымыраны, мына жағынан Украинаның зымыраны кеп атылып жатыр. Қане кешегі орыс тіліне құрмет жасаңдар, русский язык жаңағы фашистердің кемсітуіне ұшырады деп. Шын мәнінде олардың тілі кемсітуге ұшырап па еді? Жоқ. Олар сол Донецк, Луганскісінде орыс жоқ екен. Бар болғаны олар Украин жерінде жасағысы келмеді. Шовинизммен ауырды. Сол украиндер оларды шын мәнде батыстық демократиялық жүйеде олар Ресейдің орыстарына қарағанда әлде қайда бай, бақытты, баяшатты өмір сүрді. Әр орыстың, Донецк, Луганскінің құрамындағы әр орыстың қолында Украинаның президентін сайлайтын сайлау билеті болды. Ресейдің орысында сайлау билеті жоқ. Әр сол жердің орысы кәдімгі өзінің ауылының, ауданының, облысының әкімі болатын құқы болды. Ресейдің орысында жоқ.
Ал сол құтырған кешегі орыстық шовинизмді үгіттеген, өз алдына Украинадан бөлінем деген Донецк мен Луганскінің орыстары бүгін не болды? Оттың астында қалды. Осыны мынау Қазақстандағы кеудесіне нам піскен, сасық кеуделі, нәжіс кеуделі, шовинизммен ауыратын, мына қазақ халқын менсінбей өзінше қорлып, шайтани тәкаппарлықпен қарайтын, Құдайдың лағнетіне қалған тәкаппар мінезбен ауырған, мына әрбір орыстың ана бітіп қалған көкірегіне құйыңыздар. Ал Донецк не болды? Бармайсың ба Луганскіге деп айтыңдар. Сендер Қазақстанда жүріп, анау солтүстік облыстарды Ресейге қосамыз, анау мұнау деп ауырсаң, ертең өз жердің қазақтары өліспей беріспейді. Мына біз өліспей беріспейміз. Қазақтың бір сүйем жерін орыс басып алса, немесе оны Ресейге қосам дейтін болса, біз Еуропа, Америкадан тіпті қайыр тілесек те қару алып, сол жердің төбесінен ракета атқанымыз атқан. Сол кезде, сол Петропол, Павлодардың орыстары Ресейге қосыламыз деген үшін төбесінен ракета жауатын күн болады. Бүгінгі Украинадегі, Донецк, Луганскідегі тарих сол кезде қайталанатын болады. Осыны сол сасық көкірек орыстарға өздерінің тіліменен жеткізу керек әр қазақ. Айту керек, түсіндіру керек. Донецк, Луганскінің орыстары путинизммен ауырып, шовинизммен ауырып, бүгін арты не болды? Тәуелсіздік алған мемлекетті Халық Республикасы, Донецк Халық Республикасы, Луганский Халық Республикасы не болды? Марқадам тапты ма? Сау үй бар ма қазір о жерде? Сау аула бар ма? Сау докторхана қалды ма? Төбесінен көзіңді ашсаң зымыран, көзіңді ашсаң бомба, танкі, солма солы сасық көкірек орыстардың аңсағаны? Осыны Қазақстандағы орыстардың көзіне құю керек. Сен бармайсың ба Донецкіге де? Сен аңсаған Луганскі міне қырғын болып жатыр. Қазақ жерінде де сондай болады. Түбі бір соғыс болады. Мына шовинизмнен орыстар арылмай, мына адамзаттың рак клеткасы, мына орыс шовинизмі, Қытай шовинизмі, мына орыс-Қытай импершілдігі бүкіл адамзат денесіндегі рак клеткасы. Бұл екі сұмырай екі іргемізде тұрғанда, ортасында қазақ тыныш ұйықтаймын деп ойламасын. Сондықтан бізге Құдай осы тағдырды жазды. Біз Айшарына Марсқа көшіп кете алмаймыз. Өз жерде бізді күтіп алатын бір нағашы жиеніміз күтіп тұрған жоқ. Біз осы жерде жасаймыз. Орта Азиядан ойып тұрып орын алдық. Тарих бойы соғыстық. Бәлем мың жыл бұрын Иранмен, бәлем мың жыл Қытаймен, соңғы 2 ғасыр Орыспен соғыстық. Енді бұл соғыс шешуші кезеңге келеді. Сен ұнатсаң да, басыңды жастығыңа тығып алсаң да, басыңды келіншегінің көйлегіне тығып алсаң да, тыңдамайым деп құлағыңды басып алсаң да, менің сөзім де жағымсыз, дауысым да жағымсыз болса да, бұл шындық. Түбі соғыс болады. Және ол соғыс сен ұнатсаң да, великая русский, я люблю тебя десең де, Наташа, Саша, мен сені сүйем, мен қазақтан арман сені сүйем, орыстар, мен сенің сасық қолаңсаңды, сасық шуашыңды, мен әтір қып, дәрі қып ескеймін десең де, сенің бала шағаңды орыс кеп қырам. Соған дайын бол қазақ. Сен жақсы көргенің үшін сен аман қалмайсың. Орманда жүрсің қазақ. Орманда саған арыстан келеді, қасқыр келеді. Арыстан, я люблю тебя, мені жемеші десең де жейді. Қасқырды көріп, пожалуйста, мені жемеші десең де жейді сені. Сені аюдан, қасқырдан құтқаратын жалғыз жол қолыңда қару. Қару. Көп адамдар айтады, ой, орыс қауіпті, Қытай қауіпті емес. Қытай қауіпті, орыс қауіпті емес деп қазақтар бүйтіп жүрді. Мен айтам, бала ми болып өспей қалған миде. Бала ми болып өспей қалған. Бізге айтады, бізде орыстың бәленбай несі бар, полигоны бар, орыстар бізді ұстап отыр, бүкіл қаңтарда қырған орыс, Қытай қауіпті емес, Қытай жақсы дейді де. Немесе, ол Қытай қауіпті, орыс деген досымыз, анау мынау дейді. Бұлардың екеуі де бала миде. Қазақ, сен көз алдың елестетші, сен орманда жүрсің, сен жалғыз өзіңсің. Сен бір жас баласың, буының қатпаған. Орманда жүрсің. Енді саған аю келсе де сені жейді, қасқыр келсе де сені жейді, жылан келсе де сені жейді. Саған кім қауіпті емес?
Саған жыртқыш атауының бәрі қауіпті. Орыс та жау, Қытай да жау, бірдей жау. Оның ешқайсысы қазақты жарылқамайды. Бізге батыстық демократиямен бірлесе отырып, Орыс пен Қытайдың қолбаласы болып отырған Назарбаевтық, Тоқаевтық жүйені құлатып, және осы жүйеге қызмет істеген барлық ұры, қарақшы, суайттарды түрмеге тығып, үрім бұтағымен жойып оларды. Үрім бұтағымен сол ұры, қарақшының қатындары, тоқалдарға дейін түрмеге отыру керек. Неге? Олар жаңағы ұры, қарақшылардың ұрлаған байлығының қызығын көрушілер. Олар да отыру керек. Мысал, Болат Назарбаевтың 300 тоқалы бар дейді. Олар 300 тоқалда отыру керек. Болат Назарбаевтың 300 тоқалының ата-анасы сол Болат Назарбаевтың ұрлаған, жырлаған ақшасының қызығын көрді. Олар да отыру керек, қызын Болат Назарбаевқа бергендер. Болат Назарбаев тойға барып, ана жерде ырбаңдап бір әнші қыз ән айтып тұрса, қасындағылар айтады дейді, мынаны, давай айтыңдар, маған тоқалдық алыңдар десе, Бұке, сіз уже алып қойғасыз ғой деп айтады дейді. Сонда ана кімнің қайсы әнші қызды қатын қылғанына өзі ұмытып қалады дейді ол. Сіз алып қойғасыз ғой, былтыр алғасыз ғой. Солай ма? Бала туып беді деп айтады дейді. Жоқ, пока әлі туған жоқ десе, онда айтыңдаршы, мына дұрыстау екен өзі. Осыдан бір бала туғызтайық деп айтады дейді. Міне, осындай іріп, шіріп, шегіне жеткен адамзат тарихындағы болмаған барлық зұлымдықты Қазақстанда жасаған бұл сұмырайлар біздің жауымыз. Осы зұлымдарды құртпай, қазақ халқы ешқашан жақсы өмір сүремін деп ойлама. Біздің жау орыс империализмі, Қытай империализмі, және осы империяның, екі империяның ойыншығы болып отырған қазақ билігі. Қазақ халқы, сен қорғансызсың. Сен қорғансызсың. Сен өзіңді өзің қорғайсың. Жігіттер, дайындалыңдар, шынығыңдар. Орта шарқы буржуазия, жағдайы жақсы қазақ, ақшаңды тойға шашпа. Қайқайтып үй салма, үйіңнің төбесінен зымыран теседі. Ақшаңды долларға айырбаста, алтынға айырбаста, тығатын жеріңе тық. Түбі соғыс болады. Ішіп жеп, қарынды сипап, мес қарын боп жүрме. 60-тан былайғы еркек, жаттық, таңертең шынық орныңнан тұр ерте. Күніне жоқ дегенде 5 километрде 8 километр жол жүр. Бүкіл мұна программа бар, мұна айфонда бар, самсунгда бар. Адамды мұна спортпен жаттықтыратын программа бар. Жүр, жаттық. Мүлде, ұйықтаудан 5 сағат бұрын тамақ ішпе, дайындал. Кәдімгідей денедегі майдан арылып, қанның құрамындағы майдан арылып. Ертең мұна дәл қазіргі украиндар сияқты біз соғысамыз. Біз украин сияқты 50 миллион халық емеспіз. Біз азбыз. Біздің 60-тан былайғы, 15-тен былайғы еркектің бәрі мойын қару асынып шығамыз. Ол қару қайдан келеді? Аламыз. Бізге де одақтас табылады. Мына орыс бір жақтан, Қытай бір жақтан қысып келгенде екі фронтта соғысамыз. Жаман айтпай, жақсы жоқ, мен соғыс болсын деп соғыс шақырып тұрған жоқпын. Жаман айтпа, Құдай сақтасын, Құдай сақтасын. Құдай сақтансаң сақтаймын деді. Құдай көктен түсіп сені сақтайын, ойбай, обал бопты мына қазаққа демейді. Ешқашан демейді. Құдай жаратты, бітті, жаралу өзіңнен, қалай өмір сүру өзіңнен. Құдай саған беріп қойды, бүкіл формуласын, заңын шығарып беріп қойды. Осы бойынша жүр деді, бітті, болды. Ол саған келікпейді Құдай. Мен сондай соғыс болсын деп тілеп тұрған жоқпын. Қазағымның денесіне бір тал тікен кіргенін тілемеймін мен. Ғасырлар бойы қырылған бұл бейшара халыққа мен бір тал тікен табанына кірсін деп тілемеймін. Бірақ шындық осы. Алдыңғы ала жарыстары арманын орындай алмай қор болды. Орыстың қақпанын қапты. Өз ішінен ұлтты үйістіре алмады. Әттең, орыс күшті болды, қолында қару болды. Орта Азиядағы алаштықтарға зеңбірек беретін, қару беретін. Орыс басқыншылармен соғыстыратын
басқа қолдаушы үшінші күш болмады. Орыс бізді қынадай қырды. Орыс пен қазақ Қызыл армия келгенде соғысты, алаштықтар соғысты, бірақ ең соңында жеңілді. Бірақ бүгінгі заман, кешегі 100 жыл бұрынғы алаштықтардың заманнан бөлек, бүгін біз алаштықтар ала алмаған қаруды ала аламыз. Алаштықтар, сол алаш ордашылар орысқа қарсы соғысқанда, орыстың өз қаруымен орысқа қарсы соғысқан болса, біз бүгін Еуропа, Американың қаруымен орысқа қарсы соғыса аламыз. Осыған дайын болу керекпіз. Алаш ордалықтар құсап, шерменде кетпеу керекпіз. Алаш ордалықтар құсап, арманымызды орындай алмай, қан жұтып, орыстың түрмесінде өліп кетпеу керекпіз. Алаш ордалықтардың бәрін атып өлтіріп тастады. Алматының сай саласының бәрі алаш ордалықтардың сүйегі. Мынау Бұралдай, анау орлар, мына жер жаннаты Жетісудағы орлардың бәрі соларды апарып көміп тастап отырды. Киімімен қан жоса күйінде. Енді сол қанды тарих қайталанбасын десек, біз соған дайын болу керекпіз. Құдай сақтасын, ойбай жағыңа жылан жұмыртқаласын деген қазақ 31-33 жылы, 31-33 жылы, осыдан 90 жыл бұрын, 4,5 миллион қазақтың Құдай сақтасын деп отырып, аштан өліп қалғанын ұмытпасын. Қолыңдағы малыңды алып, үйіңдегі қап-қап астығыңды алып кеткенде, сойып жейін десең тышқағылағың жоқ, қуырып жейін десең бидайың жоқ. Үйің көрге айналып, өз үйіңнен өзің шыға алмай, өз аулыңнан өзің шыға алмай отырғанда, орыстың әскері бүкіл ауыл-ауылыңды қоршап, бүкіл астық сататын дүкендерді, бүкіл астықты шетелге жіберіп, бүкіл базар жабылып, адамдар босып, өлілердің етін тірілер жеп, сол кезде 4,5 миллион қазақ қырылды. Сол кезде 4,5 миллион қазақ қырылды. Ол 900 жылдың алды емес, 1931-1933. Міне қазір 2023, соның болғанына 90 жыл болды. Бір ғасырға таяды. Бір ғасырдың алдында 5 миллионға жуық қазағымыз қырылмағанда, біз бүгін 100 миллион, 150 миллион өскен ірі халық болатын едік. Бізді өстіп көгертпей, көктетпей қойды. Біз енді 100 жылдан кейін тағы да 5 миллион, 10 миллион күйінде қалсақ, онда ұлт болмаймыз. Біз осы қалпымыздан өсуіміз керек, көгеруіміз керек, көктеуіміз керек. Құдай берген мына 3 миллион квадрат километрге жуық жерімізді қазақпен толтыруымыз керек. Біздің жастарымыз қарудың ең озық түрлерін табу керек. Біздің балаларымыз өсіп, өнуі, көбею керек. Ол үшін қазақ ақылды болу керек. Сол қазақтың шаң басқан санасын сүртейік деп, шаң басқан көзін сүртіп, дүниеге қазақтың көзімен қарасын деп, тарихи шындықты білсін деп зарлап жүрміз. Кім үшін зарлап жүрміз? Кім үшін жылап жүрміз? Көрмеген қорлығын қалды ма Орыс пен Қытайдан? Енді қара Қытай қаптады. Міне, екі бүйірімізден екі жау кеп отыр. Сені өзіңнен басқа ешкім құтқармайды қазақ. Осыны айтайық. Сосын, Құдай сақтасын, Құдай бар дейтін, тағы бір аруақ қорғасын, аруағы бар, қазақтың аруағы бар деген. Қазақтарға айтатын. 31-33-те қайда? Солар сонда Құдай сақтасын демеп па 31-33-те? Ұлтымыздың жарымына жуығы жойылып кеткенде, солар Құдай сақтасын деп айтпап па? Айтты! Айтты! Сақтады ма? Жоқ. Өзіңе байланысты. Өзіңе байланысты қазақ. Өткенде біреу оттайды, қазақтың аруағы бар. Не, сол басқа елдің аруағы жоқ па екен? Ойлайықшы ма? Сәби санадан арылмайықшы. Мынау, өткенде мен Сигнал деген программада Американың бір аса танымал саясаткерімен сөйлесіп отырмын да. Осы біраз уақыт болды.
Ол жазады, мен жазып қоям, ол жазады, мен жазып қоям. Содан маған айтады, сендердің Қазақстандағы нөмір бірінші шешілмей тұрған мәселе не дейді? Мен біраз мәселені айттым. Сөйтсем, бір күннен кейін жазып қойыпты. Біз жасанды ақыл парасатқа анау қазақ тілді контентті зерттейтін, қазақ тілді Facebook, қазақ тілді Twitter жасанды ақыл парасатқа тапсырма беріп, Қазақстанды тексертіп едік. Сендердегі нөмірі бірінші әлеуметтік желіде қазақтардың ең көп басын қатыратын мәселе аруақ қолдай ма, аруақ қолдамай ма деген мәселе екен қой дейді. Мен естіп әр жерде шексілем қатты. Ол кісі де күліп отыр. Сөйтсе, ол кісі айтады, сендер Twitter қолданбайды екенсіңдер дейді. Я Twitter Қазақстан білмеймін. Қазақтар өзі бірдеңеге жабысып қалады да. Бірдеңені жабысып қалады. Сосын ана елдер қазақтар жаңалықты қабылдамайды өзі. Біз сондай қалыппыз өзі. Жаңалықты қабылдамаймыз. Сол ескіге жабысып алып, тастай қатып отырамыз. Орыс шыққанда, орыстар жаңадан ғимарат салмайды. Қара, мысалы сен мына дүниеде дамыған елдер емес, даму үстіндегі. Мен мысалы бұрын Куала-Лумпурда көп болдым, Сингапурда болдым. Сен бір жыл көрмей, екінші жыл барсаң, ана қала басқа болып кетеді. Неге? Дамып жатыр, прогресс. Мен Сеулде болдым. Дамып жатқан, салынып жатқан дүние. Қазақстанға барсам, жоқ ештеңе өзгермейді. 15 жылдан кейін келсең, сол баяғы. Тағы бір 10 жылдан кейін келсең, сол баяғы, ештеңе өзгермейді. Не орыстық қалған, ана ескі, ана баспалдаққа дейін көксірмен сырлай береді. Ауласының рашаткасын сырлай береді. Ана ғимараттар капитальный ремонт деп көксірмен сырлай береді. Орыста сол мына ескі қару, тат басқан танкісімен жүр. Орыстың бүкіл телеканалын көріп 2009 жылы. Мәскеуде болдым 2009 жылы. 2009 декабрьде болдым. Сонда бүкіл телеканалын ашып отырмыз, қонақ үйде сақылдатып ашып жатырмыз. Бүкіл телеканалда екінші дүниежүзілік соғыс. Мынада айғайлап Сталин сөйлеп тұр, анада айғайлап Брежнев, Хрущев сөйлеп тұр. Бүкіл тіл анда-санда бір әншілердің өзінде шалдар елу-белу тебе деп шалдар тұр. Мына халықтың жастары қырылыққа қалған ба деді ғой мен қасымдағы. Мына халықтың дейді жастары қырылып қалған ба дейді. Мен де сол кезде ойладым. Әлі де дейін ана ескі заманға әбден ана мұрнының ішіндегі түгіне дейін ағарып кеткен. Мәлкілдеген шал елу-белу тебе деп тұрды. Әншісіне дейін ескі әнші. Қоғамда жастар шығу керек. Әнші мейлі жынды көшек, жынды болса да жастар шығу керек. Сол жастарға сол ұнап тұрма, сол шығу керек. Жоқ, әншісіне дейін өңкейес. Атам заманда сүйегі қаусап, беті жылтырап тұрған мен аржағы албар-шалбары шығып, ит сүйреген тулақтай болған Анна Пугачева деген қатын тұр оны. Ол енді бір албастының апасындай кәрі кемпір, ол тұр жаңа елу-білу тебәсін айтып. Кәрі кемпір көз алдың елестейші, түнде түсіңе көрсе албасты кемпірді құсап шығады. Солар тұр мысалы. Енді не болды сол енді? Сол бүкіл фильмі, бүкіл документалының фильмі сол Советтің екінші дүниежүзілік соғыстағы бірдеңелерінен басқа түк жоқ. Бұл қазақ пен орысты советтік халықтарға сіңіп қалған ауру. Атаңды Қаратауда бір жыққанмын, болды, бітті, соған 100 жыл мақтану керек. Оның өзінде Американың көмегімен Германияны жеңді. Өз көмегі, өз күшімен емес, Американың әскери және қаржылық көмегімен. Ал енді қарай. Сендердің қазақтар Facebook'ты қолданады екен, Twitter қолданады. Twitter қолданбайды. Twitter міне Елен Масигенді Twitter Space дегенді ашты. Тікелей эфир жасады. Twitter'ды бірақ өзгерді, алгоритмін өзгерді. Бұрынғы шектелгендердің бәрін қалпына келтірді. Енді біз қазақ Facebook'та отырмыз. Facebook не? Орыстың агенттері админ болып кіріп алған ішінде. Қай жерде отыр? Нью-Йоркта бәрі. Олар қандай? Орыстың агенттері. Олар кімдер? Қытайлар, үнділер, тағы басқа. Мүмкін біз білмейтін Филиппин, Слиппин. Бірақ орыстың KGB келіп, сен қанша айлық аласың? Айына $20,000 алам. Онда біз саған $40,000 төлеп тұрайық ай сайын. Бірақ сен мына жерде Путинге қарсы, орысқа қарсы аккаунттар жауып отыр дейді.
Ол сөйтіп Фейсбуктың ішінде отырып, орысқа қарсы, Қытайға қарсы аккаунттарды бұғаттап, жауып, өшіріп, тидау салып отырады. Орыс пен Қытай халқының езуінен жырып отырған ақшаны шетелде осындай өзіне жұмыс істейтін жансыздарға пайдаланады. Енді қара. Жаңағы американдық саясаткер айтып маған күледі. Сендер Twitter қолдамайды. Мен айттым, біздің халық жабысып қалған деді. Мына тіпті бүкіл жер шарында Фейсбукты қолданатын адам қалмайға, Шекербектің өзі болды Фейсбукты жабайын дегенде, біздің қазақтар Фейсбукта отырады. Twitter'да отырмайды. Неге? Көрген, көзін ашқаны сондай. Көзін ашқаны Фейсбук. Көзін ашқаны Фейсбук болды міне. Шекербектің өзі ай, бұна адамдар Фейсбукты ұмытты қой денді. Дегесе біздің қазақ, жоқ, біз Фейсбукта отырамыз дейді. Міне бұл қазақ. Бүкіл жер бетіндегі халықтың бәрі ағылшын тілін үйреніп, ағылшынның ілім білімін үйреніп, бірімен бірі ағылшын тілінде сөйлесіп кеткенде, біздің қазақтар орысша сөйлейді. Мен Америкаға келіп, адамдарға орысша сөйлеп жүрген қазақтарды көрдім. Олардың назарында бүкіл америкалық орысша білуге тиіс екен. Мен Америкада адамдардан естідім. Балаңды неге орыс мектебіне бермейсің деп ренжіп жүрген орыс кемпірлер бар екен, қазақтарды көріп. Өткенде ғана банктегі бір орыс жігіттің үстінен арыз жазып кеттім. Мынау неге маған ағылшынша сөйлемей орысша сөйлей? Сөйтсе банктен маған жауап келді. Біз оны сол ағылшын тілін білмейтін орыс тілді халықтарға сөйлесін деп сол қызметке қойып. Мен айттым, мен орыс емеспін, неге маған ағылшынша сөйлемейді? Міне. Көрдіңіз бе? Міне әңгіме қайда жатыр. Қазақтар арылайық, жаңалыққа ұмтылайық. Американдық саясаткер айтып маған күліп отыр. Сендер тек Фейсбук қолданыр. Иә, біз со Mail.ru агент, ВКонтакт, Одноклассник дейтін бәледен құтылғанымызға да өзі әлі мына ауылдың қазақтары Одноклассник, Mail.ru агент, тағы неменеді? Сол орыстың бәледерін қолданады дедім. Деп күліп отыр. Содан біз ана жасанды ақыл парасат арқылы дейді, компьютер арқылы, artificial intelligence арқылы Қазақстанға мына бақыл не жасасақ дейді. Сендердегі бірінші мәселе аруақ қолдай ма, қолдамай ма екен дейді. Бірінші мәселе сол екен дейді. Енді мына заманда, мына елдер Марсқа ұшып, елдер жасанды ақыл парасат дейтін ChatGPT деген жасап, Artificial Intelligence IA жасап, адамдар енді барлық нәрсені соған тапсырып, ол өздігінен өздігінен программа жасап, өзін-өз жетілдіретін функцияға жетіп, ол өстіп жатқан кезде, Орта Азияда ата бабалары көшпенді империяларды құрған, мыңдаған жыл Қытаймен, мыңдаған жыл Қызылбас Иранмен, Перс империясын, 100 жыл орыспен соғысқан, ежелгі ескі өркениеттің бүгінгі мұрагері қазақтар аруақ қолдай ма, қолдамай ма деп. Сол біздің әлеуметтік желідегі бірінші тақырыбымыз екен. Ұялыңдар, қазақтар, ұялыңдар. Мынау біздің биліктің, анау Тоқай кезінде Назарбаевтың қасында жүретін Нұр имам. Кейін Тоқайды аяғасынан, мына Қанішер Тоқай аяғасынан Құдайдан қорқып, Меккеге барып келгенде қасында жүріп келген ана КГБшник имамдар, енді аяқ астынан біресі аруақ қолдайды деп, оған шу етіп діндарлар ойбай аруақ қолдамайды деп, одан артынан о кісі, ой аруақ қолдайды екен, мен қайтадан ұйықтап ояндым, қолдайды екен деп, оған мына жақтағылар ой ол қолдамайды деп, енді масқара ғой мынау енді, ол енді шын мәнінде қазақтар отыра қап сол құлдап жылайтын нәрсе ғой. Қолдаса сол аруақтар 31-33 жылы қайда қапты, арақ ішіп кетіп па? 31-33 жылы қазақтың жартысына жуы қырылып қалғанда, жартысынан көбі қырылып қалғанда, сол аруақтар қайда кетіпті не? Сонда бір жаққа кетіп қап па, командировка Марсқа, Юпитерге ұшып кетіп па, қалқып жүріп па, сөйтіп? Сонда қайда қапты?
16-жылы Қарқара көтерілісі, Албан көтерілісінде қынадай қырып, тірі қазақты қоймаған кезде Жетісудан. Сонда қайда кетіпті олар? Мынау билік сендерді жоқ нәрсені ойлап тауып, бастарыңды ашытып отырды. Аруақ қолдайды, аруақ қолдамайды деп қырылысып отырған қазақ, оданша есі дұрыс бір нәрсе үйреніп, есі дұрыс бір нәрсе жазсаңдаршы. Бұл сендерге Назарбаевтық, Тоқаевтық режим мейларыңды маңқа қылу үшін, мейларыңды ботқа қылу үшін ойлап тапқан тақырып қой. Қолдай ма, қолдамай ма, алдымен өліп көрмейсіңдер ме? Өліңдер сосын. Өліп көріп, содан кейін өліп көрмейсіңдер ме? Қолдайды деп кеңірдегін жыртқанмен қолдамайды дегендер өліп көрсетті. Сол өлгеннен дереу аруақ болады. Содан қолдай ала ма екен, шамасы жете ме екен, жетпей ме екен? Айтпайсыңдар ма? Мысалы, мен қазір бір жоңғармен соғысып жатырмын, қылыш алып. Қылыш алып, қырылысып, соғысып жатырмын дейін, көз алдың елестетіңдер. Мен бір жоңғармен қылыштасып жатырмын тура. Чақ жоқ, қарсы қорс етіп соғысып жатырмын, Енді жаңағы теорияға салайық. Қабанбайдың аруағы қолдасын дейін, Сосын енді ана жақтан Қабанбай шығып мені қолдайын дегенде, жаңағы жоңғардың осы заманғы тірі қалған жоңғар, мысалы Назарбаевтың бір тұқымы деген, ол да жоңғар ғой. Назарбаевтың бір тұқымы Самат Әбішпен қылыштасып жатырмын дейін, Сосын мен айтайын, Қабанбайдың аруағы қолдады ақпайында. Сонда енді ананы Қалдан Сереннің аруағы қорғамай мен сонда. Сонда Қалдан Серен ана жақты ұйықтап жатыр, Қабанбай сен өз ұрпағыңды қорға. Мен енді надоелі Назарбаевтың ұрпағын қолдамаймын деп, олардың аруағы қолдамаймын екен. Сонда аштықтан өлген аш аруақ, 4,5 миллион аруақ бізді қолдаған кезде, оларды пулеметпен қырып тастаған орыстардың аруақтары бүгінгі орыстарды қолдамаймын екен. Ол өлетін адамдар өлді енді ана жақта. Оларды о жақта соғылыстырып қайтесің. Қараңдар, енді көз алдыңа елестетіңдер, қазақтар логикаға салыңдар. Біздің аруақтар 31-ші жылғы аруақтар аш өліп қалды. Үйлерінде жатып аш өліп қалды. Көшіп далада қаңғырып, шөптің тамырын теріп жүріп өліп қалды. Көбелері сөгіліп, қолдары қанған өліп қалды. Өлген малдың өлексесін, аштан өлгендерді жолдан тауып, етін жеп жүріп, сөйтіп жүріп өздері өліп қалды. Біздің аруақтар өлген аш аруақтар. Ал орыстар деген 31-ші жылы оларды орыстар атып өлтірді, қырып отырып өлтірді, пулемет қолдарында. Олар деген 31-ші жылға, солар кем деген 30 жаста десек, соларды атқан орыстың әскерлері, немесе соларды аштан өлуге мәжбүрлеген орыстың әскері, сол кезде 30 жаста десек, олар 80-де өлді дегенде 50. Сонда 1930-ға 50 болса 1980 жылдары өлді. Енді 1980 жылы соларды өлтірген орыстарды аруақ болды. Содан жаңағы 31-ші жылғы қыршыннан қиылған 4,5 миллион аруақ бізді қолдайын дегенде 80 жылы семіріп, тоқтықтан, арақтан өлген орыстың аруақтар олардың жолын тоспай ма екен? Соны да зерттеңдерші. Соларды да зерттеп, сонда бізді аштан өлген қазақтың аш аруақтары қолдайын дегенде оларды аштан өлтірген орыстың аруақтары бүгінгі Путиннің әскерлерін қолдай ма екен, қолдамай ма екен? Сонымен аналар біз қазақты қолдаймыз деп, өздері аш аруақ дауыстары әлсіз, қазақты қолдаймыз деп аш аруақтар ана жақта митингіге шығып жатқанда, ана жерде қолында пулеметі бар, олардан 50 жыл артық өмір сүрген, тоқтықтан, семіздіктен өлген орыстар, оларды, қазақтар, сендер біздің қолымыздан өлгенсіңдер, немене қолдаймыз деп, ары кетіңдер деп, оларды о жақта тағы қырып тастамай ма екен? Соны зерттеңдерші қазақтар. Қойып тастаңдар, қой бақпаңдар, тірлік істемеңдер, ғылым іздемеңдер, мына IT зерттемеңдер, балаңды қойыңдар, соны бір зерттеңдерші. Бұл керемет тақырып екен де. Ана жақтағы біздің аруақтар бізді қолдаймыз дегенде, оларды өлтіріп тастаған орыстың аруақтар соларға тиісе ме екен, тиіспей ме екен? Соны зерттеңдерші. Енді өте маңызды тақырып енді. Докторлық қорғаңдар, диссертация қорғаңдар, том-том кітап жазыңдар. Аруақ қолдайды дегендерің бір жақ болып, аруақ қолдамайды дегендерің бір жақ болыңдар. Қандай керемет қалыппыз, Қандай керемет қалыппыз. Енді жер шарында біздей халық жоқ сазыншы. Содан барып ән айтып кет өзінде қазақ бөлек тумағанда не төрім деп қоясың да өстіп. Жер шарында жасанды ақыл парасы күлесің енді. Кешірім өтінемін.
Жасанды ақыл парасаттың өзі қазақтардың әлеуметтік желісін кешіріңіздер. Шашалып қалды. Жасанды ақыл парасаттың өзі қазақтардың әлеуметтік желідегі тақырыбын іздеп көріп шошып кеткен ғой. Аруақ қолдай ма, қолдамай ма деген нөмір бірінші мемлекеттік проблема екен. Жақсы, аман сау болыңдар, қалың елім қазағым, қайран жұртым. Қалың елім қазағым, қайран жұртым, ұстарасыз аузыңа түстау мұртың. Жақсы менен жаманды айыра алмай, бірі қан, бірі май боп, енді екі ұртың. Аман болайық, сау болайық, қалың елім қазағым, естісең, тыңдасаң, бөліс, тарат, сілтемесін 60 апаға 70 жібер, лайк бас, комментарий жаз, ескі лекцияларға лайк бас, комментарий жаз, комментарийларға жауап жаз. Мақсат бізді қазақ тілді контентте бізді тыңдайтын тыңдармандарды көбейту, және әрбір санасы салданған, мәңгүрттенген қазақтың көзін ашу. Біздің мақсат қазақты рухани ағарту, қазақты қайта ағарту. Аман болайық, сау болайық, құрметпен Серікжан Біләшұлы.